Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін дәмі өте керемет, ешқандай күріш қосылмайтын, яғни тек қана көкөністерден жасалатын өте дәмді тефтели жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен көкөністерді дайындап алуымыз қажет. Бізге осындай қатты үлкен емес, орташа сәбіз және де 2 пияз немесе 1 үлкен пияз алсаңыздар болады, және 3 үлкен картоп керек. Олардың барлығын осылай теркадан өткізетін боламыз. Өздеріңізде бар кез келген теркадан өткізсеңіздер болады, бірақ қатты майдаланып кетпеуі қажет. Мінекей барлығын теркадан өткізіп алдық. Енді осыған ұсақталған сиыр етін қосатын боламыз. 400-500 грамдай қоссаңыздар болады. Енді татымына қарай әртүрлі қоспаларды қосамыз. Менде дәмдеушіден тұз, және де қара бұрыш, паприка, кориандр қостым. Өздеріңізге ұнайтын үйлеріңізде бар кез келген дәмдеушіні қоссаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Вилкамен ыңғайсыздау болғандықтан мен әрі қарай қолмен араластырғанды жөн көрдім. Мінекей араластырып алдық, енді әрі қарай осылай жақсылап ұрғылайтын боламыз. Яғни бір-бірінен ажырап кетпес үшін, жақсылап бірігу үшін осылай жасауымыз қажет. Енді осылай бір-бірден алып, формасын келтіріп, домалақтайтын боламыз. Мінекей барлығын домалақтап келтіріп алдық. Енді қызып тұрған табаға майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін барлығын бірдіндеп қуыра бастаймыз.
Қатты қуырудың қажеті жоқ. Осылай кішкене қызарып қуырылғаннан кейін басқа бетіне аударып, екі жағында осылай қуырып алуымыз қажет. Мінекей осылай барлығын алып аламыз. Одан кейін әрі қарай соусын дайындайтын боламыз. Бұл үшін ең алдымен бір үлкен ас қасықпен осылай ұнды жаңағы тефтерді қуырған майымызға салып осылай жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Міне осылай бір келкі көпіріп араласады. Одан кейін үстіне томатный соус қосамыз. Яғни қызанақ соусын қосатын боламыз. Қызанақ соусын өздеріңіз үйде бар кез келген қызанақты блендерден өткізіп, немесе томатқа су араластырып қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне тұз және де базилик қосамыз. Дәмі өте ерекше болып шығады сол кезде. Әр қарай үстінен бір стақан су құямыз, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей соусымыз дайын болды. Әр қарай үстіне тефтелидің барлығын салатын боламыз. Және де жай отта бұқтырып 20-25 минутқа қалдырамыз. Мінекей достар, дайын болды. Иісі мұрынды жарып тұр. Өте керемет болып шықты. Дәмі барлығы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Достар, егер сіздерге менің видеом ұнаса, басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет.